Қарсыласым қалып қалды ғой, сонша алдын көтерген несі, жолдан шығып кетті ғой. Менің қарсыласым точно маған жете алмайтын сияқты, сондықтан асықпай дрифтовать етіп айдап финишқа бара берейін. Болды, өзі ғып пантовать етіп алдын көтерген несі, нормально айдамай ма мен сияқты. Әні қарсыласым келе жатыр ғой, өзде көлігіне еш нәрсе болмаған сияқты ғой, нап нормально, сау, майыспап дешері. Ей, қайда қашып бара жатыр анау? Дану Гүлбану, ол менің ақшамды беру керек қой, шынды ма неғып қашып бара жатыр? Қазір қолап жетіп аламыз, қуама, көкесін танытайыншы мен оның. Ұтылған соң еркекше ұтылу керек қой, бұлайнан қашып кету деген қыздардың тірлігі ғой. Бауырым, оң жаққа қарай тоқташ, қайда кетіп бара жатсың, түсінбедім, неғып қашып бара жатсың? Мана мен соғайын деп отыр ғой, шынды ма? Тоқта, чё ты базаришь, түсінбедім мен. Оңға қарай тоқташ бұл. Все, тоқтаған сияқты ғой, қазір сөйлесем мен. Бұнымен жай сөйлесуге болмайтын сияқты, көкесін танытамын қысқасын айтқанда. Бергеле. Неге қашып бара жатсың сен, Ұтылған соң достойно ұтылу керек. Ақшаңды бермей кетіп қалам деп ойладың ба сен сонда? Ох, ё-мой, ұрықпады өзі. Ох ты, вообще екенсің сен, бергеш бері. Осайды атадан. Болды, талдырып тастадым. Енді маған мына жерден тездетіп кетіп қалу керек. Қазір дейтін түсініксіз болып кетті ғой. Елдер жарысуын жарысып алады, ақшасын бермей қашып кетеді, сондықтан жарысуды қою керек сияқты. Мен дейтін қазір қалаға қарай келе жатырмын жалпы. Джонни тапсырма берген болатын маған, анау-мынау заттар алып кеш магазинде, тауарлар бітіп жатыр типа. Су, ешке деген заттар бітіп жатыр екен да, сол үшін келе жатырмын. Джонниға көмектесіп жүрмін жалпы айтқанда. Дос-досқа көмектесу керек қой, не дегенмен. Мен дейтін кәдімгідей дрифтер екенмін ғой, оказывается, базар жоқ, тема дрифтовать етіп қояды екен ғой. Дрифт соревнованияға қатысу керек сияқты, гонкаға емес, Чота соңғы кезде мен дейтін көлікті қаттай дейтін болып кетіппін, байқап жүрмін. Содан кейін ауылға қарай барған соң Джоннимен жарысып көру керек. Джонниді мен вообще ұтып көрмегем. Постоянно ұтылып қала берем. Джонни деген қаттай дейт көлікті бар ғой. Біздің ауылда Джонниден қаттай дейтін адам жоқ ау деймін. Елкалы мұны не істеп кеттім, мен айналып өз-өзіме шок болып жатырмын бар ғой. Мен дейтін мынау түріммен Шумахердің өзін айырып кететін сияқтымын ғой. Достар, керемет нұр арнасы тағы да конкурс ұйымдастырып жатыр екен. Қараңыздар, оригинал iPhone 40 000 теңгеге жап-жаңа дейді. Конкурс ретінде осы iPhone'ды ойнатайын деп жатыр екен. Описанияда достар шарттарының барлығы жазылып тұр. Каналға жазылу, қоңырауша басу деген өте оңай шарттар. Сондықтан давайте орындап тастайық та iPhone ұтып алайық. 40 000 теңгеге достар оригинал iPhone. 1 жыл гарантия. Басым тұрайық. Мен кек алмай қоймаймын. Ал енді сақтаныңдар Мартиннен. Салам алейкум, бро. Маған С4 мина керек. Болды, түсіндім, бро. Қазір тауып беремін, күте тұр. Қандай С4 керек саған? Кәдімгідей өзі жарылатын ба? Немесе қойған кезде жарылатын ба? Неше түрлісі бар? Кнопкамен басқан кезде жарылатындары бар ма? Сол керек маған. Енді жаңаға мен ұрып кеткен нақұрысты тауып, көлігім минамен жарып тастау ғана қалды. Қазір жарамын мен ана. Болды, рахмет аға, тағы да келемін ғой
если че, все, Джонни айткан товарлардын бәрін алып алдым. Кириешкиі бар, чипсиі бар, соғы бар. Еще багажға да бір қорап толтырып алдым, әңгіме жоқ. Енді кеттік Джонниға тез апарып берейік. Багажды жаба салайын. Ауылға қарай жол тартайық ендеше. Анау, багажниктегі заттардың бәрі шашылып қалмас үшін жай айдау керек. Дрифтовать етіп айдаудың қажеті жоқ. Жай айдай алмаймын. Мен бірақ бару қаттайдағым келіп тұрады, неғып екен білмеймін. Қаттайда берем қалған ғой. Бір дрифтовать еткім келіп тұр бар ғой. Бірақ өз-өзімді зорға ұстап тұрмын, если честно. Қаттайдап кетейін ба? Жоқ, керек емес. Тағы да Джоннидің тауарларын бәрі шашылып, соктарын бәрі сынып қалса біттім ғой, мен ұрсады ғой маған. Сондықтан асықпай айдап бара берейін. Содан кейін Бэхэм что-то кір бола бастады. Бір жуып алу керек. Содан кейін Джонниға айтып көрмесем, давай жарысайық деп. Джонниді ұтып кетсең, мә, керемет қой. Ұтатын шығармын деп ойлаймын. Өйткені қазір Джонни нашар көлік айдап жүр ғой. Нашар дегенде ескі көлік айдап жүр, жақсы көлік айдап жүр, бірақ айтқанда. Просто онка ескі да, сол себепті қалып қалуы мүмкін. Бірақ Джоннидің өзі профессионал ғой енді. Көлікті страшно айдайды, сол себепті озып кетуі мүмкін. Кәне жерден бір кішкентай дрифт жасайыншы, еш нәрсе болмайды дер. Оп, болды, нормально жетеді. Мә, саған ана жақта таулар көр.